Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде бүгін математика сабағы. Математика сабағының тақырыбы комбинация құрастыру. Бүгінгі сабақта сендер сандар мен заттардан екі-екіден комбинация құрастыруды үйренесіңдер. Тірек сөз комбинация. Комбинация құрастыру сандарды немесе заттарды әртүрлі тәсілмен біріктіру деген сөз. Өткен сабақтардың бірінде біз кестемен жұмыс істеуді үйренген болатынбыз. Бізге бүгінгі сабақта да осы кестемен жұмыс жасау қажет болады. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын біз кешегі өткен тақырыпты қайталап өтейік. Бізге қонаққа келген кішкентай досымызға себеттен жемістерді алуға көмектесейік. Біздің ол досымыз екі жемістен алу қажет. Қандай жемістерді алуы мүмкін? Біз кешегі сабағымызда комбинация тақырыбын толық өткен болатынбыз. Қанекей, кім жауап береді? Алма және алма, алма және алмұрт, және де алмұрт пен алмұрт. Жарайсыңдар балалар, сендер үш тәсіл арқылы екі жемістен алдыңдар. Өте жақсы. Енді тапсырманы сәл қиындатайық. Ол үшін біз мұна тұрған себетке үш бананды әкеліп қостық. Біздің кішкентай досымызға осы себеттегі жемістерді екі-екіден алу қажет. Көмектесіп жіберейік. Қандай жемістер болуы мүмкін? Ойланып көрейікші кәне. Жақсы, мәліметі көп логикалық есептерді кестенің көмегімен шығаруды ұмытпаймыз. Комбинацияларды құрастырғанда кестені пайдаланған қолайлы. Қанекей балалар айтып жіберейікші, бізде себетте қандай жемістер болды? Ендеше біз кестеміздің жоғары жағына алмамызды, алмұртты және бананды орналастырайық. Ал бағанға дәл осы ретпен бананымызды, алмұртымызды және де алмамызды орналастырайық. Ендеше балалар комбинация құрастырып көрейікші. Ендеше балалар назар аударайық. Бірінші қатармен бағандағы тұрған жеміс, яғни алма. Алманың қиылысқан жері қай жер? Жарайсыңдар балалар. Ең бірінші комбинация бізде алма мен алма. Екінші комбинация алмұрт пен алма. Үшінші комбинация алмұрт пен алмұрт. Әрі қарай берілген жемістерден комбинация құрастырып көріңдер. Жарайсыңдар балалар, біз бұл тапсырманы да жеңіл түрде орындап шықтық. Ендігі тапсырма назар аударсақ, бізде тақтада әр түрлі гүлдер берілген. Яғни қызыл түсті раушан гүл мен сары түсті раушан гүлі берілген. Осы екі гүл арқылы біз комбинация жасауымыз қажет. Қанекей, кім жауап береді? Жарайсыңдар балалар. Бірінші комбинация бізде сары түсті екі гүл. Екінші комбинация сары мен қызыл. Үшінші комбинация қызыл мен қызыл. Оқулықпен жұмыс. Балалар, оқулыққа назар аударсақ, бізде оқушы 1, 0, 2 цифрларынан екі таңбалы сандар құрастырды. Қандай сандар жазылмай қалды деген бізде тапсырма берілген. Қанекей, кім айтады? Қандай сандар жазылмай қалды? Ал ендеше тексеріп көрейік. Сендерде осындай жауап шықты деген ойдамын. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, мұна бір қызықты тапсырманы бірге орындайықшы. Бізде ең бірінші бірден бастап 5-ке дейінгі сандарды өсу ретімен берген. Және де тарақ деген сөз берілген. Дәл осы кестенің астындағы кестеге назар аударсақ, бұл жерде кему ретімен берген. Бірақ қандай сөз екені белгісіз. Ол үшін біз өсу ретімен тұрған сандардың үстіндегі әріптерді қою арқылы қай сөз екенін таба алады екенбіз. Қанекей, назар аударып бірге орындап көрейікші. Ең алдымен бізде 5 саны берілген. Яғни 5 деген санның үстіндегі дыбыс, қ дыбысын қайда қояды екенбіз балалар? Жарайсыңдар.
5 санының үстіне қояды екенбіз. Дәл осылай қалған дыбыстарды қойып шығып, сөзді табайық. Қанекей бәріміз бірге тексеріп өтейікші. Жарайсыңдар, қатар деген сөз шығады екен. Ендеше балалар, бүгінгі сабаққа қандай кері байланыс бересіңдер? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.